Сәлем достар, бүгін сіздермен қазіргі таңдағы хит рулеттерді әзірлейтін боламыз. Тез әрі оп-оңай жасалатын рулеттер столда әдемі болып көрінеді. Ол үшін ең алдымен майонезімізге чесногымызды езіп, жақсылап араластырып аламыз. Осындай үккіштен крабовый палочкамызды, жұмыртқамызды, сырымызды барлығын осылай өткізіп аламыз. Өткізіп алғаннан кейін лавашымызға майонезімізді жағып, бірінші крабовый палочкамызды себеміз, жұмыртқамызды, ең соңынан сырымызды сеуіп, жақсылап нығыздап ораймыз. Екі шетін кесіп алып тастаймыз. Осымен біздің рулетіміз дайын. Екінші рулетімізге керек заттар: фаршпен жуамыз. Жуамызды майдалап турап, қызартып, қуырып аламыз. Фаршымызды салып, специяларын салып, қуырып аламыз. Лавашымызды екі шетін кесіп алып, дайындап аламыз. Майонез жағып, жаңа қуырылған фаршымызды үстіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Жағып шыққаннан кейін сырды үстіне үккіштен өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін жақсылап нығыздап орап, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пеште 10-15 минуттай ұстаймыз. Осымен біздің рулеттеріміз дайын. Столда осындай әдемі болып көрініп тұрады. Ас болсын.